мүгедектігі бар адамдарды арнаулы жүріп тұру құралдарымен қамтамасыз етуге құжаттарды рәсімдеу. e-gov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға әлеуметтік қамтамасыз ету, мүгедек адамдарды қолдау бөлімін таңдаңыз. Мүгедектігі бар адамдарды арнаулы жүріп тұру құралдарымен қамтамасыз етуге құжаттарды рәсімдеу таңдаңыз және онлайн сұрау батырмасы бойынша өтіңіз. Қызметті кім үшін алатынын таңдаңыз. Егер сіз балаға қызметке тапсырыс берсеңіз, оның ЖСН нөмірін енгізіңіз. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімге құсбелгі қойыңыз. Байланыс мәліметтерін толтырып, көмек түрлерін таңдаңыз. Баланың салмағы, бойы және жамбас көлемін көрсетіңіз. Қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен өтінімге қол қойыңыз. Жеке кабинетте көрсетілген уақыт ішінде келіп түсетін өтінімді өңдеу туралы хабарламамен танысыңыз.